Баршаңызға сәлем, біздің ағылшын тілі YouTube арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен зыри-зыра құрылымын үйренетін боламыз. Зыри-зыра дегеніміз не? Біздер алдыңғы сабақта have got, has got етістігін өткен болатынбыз. Have got, has got етістігінің мағынасы бар болу дегенді білдіретін болса, зыри-зыра етістігінің де мағынасы бар болу дегенді білдіреді екен. Қазір тоқталамыз. There is ол бізде жекеше түрде қолданылады. Яғни жекеше түрдегі бір заттың бар екендігін айтқан кезде қолданамыз. Ал зыра көпше түрде қолданылады. Яғни көпше түрдегі бір заттың бар екендігін қолданған кезде айтатын боламыз. Қазір мысал келтіріп, сіздермен бірге тағы да тереңірек үйренеміз. Енді мысал келтіріп көрейік. There is a book on the table. Үстелдің үстінде кітап бар. Жалпы қалай құрылымы? Ең бірінші there is айналым тұрады, одан кейін зат есім тұрады және ең соңында сол заттың қай жерде екендігі көрсетіледі. Бұл бізде there is жекеше түрде қолданылды. Енді осы сөйлемді біз болым түріне айналдыратын болса, there is сөзінен кейін notты қосамыз. Қалған сөйлемді жазамыз. A book on the table. Ал сұраулы сөйлемде бізде is көмекші етістік алдына шығады. Is there a book on the table? Деп орындаймыз. Енді зыра құрылымында қазір бір мысал келтірейік. Мұқият қараңыздар. There are two books on the table. Үстелдің үстінде екі кітап бар. Не? Кітаптар көпше түрі болғандықтан біз бұл жерде зыра құрылымын қолдандық. Енді дәл осында болым түрге айналдыратын болса, дәл жаңағыдай тек ана not сөзін қосамыз. Сонда there are not two books on the table. Ал сұраулы сөйлемде бізде are көмекші етістігі алдына шығады. Are there two books on the table? Деп сөйлем құрасақ болады. Бұл бізде зыра құрылымына сөйленеді. Саналмайтын зат есімдерді білеміз, uncountable nouns. Сол саналмайтын зат есімдермен біз there is құрылымын қолданамыз. Example. There is some water in the glass. Стаканда аздап су бар. Және осы саналмайтын зат есіммен біз қолданған кезде some сөзін міндетті түрде қолданамыз. Some бізде бірнеше деп аударылады. Сонда стаканда аздап немесе су бар деп, енді бұл жерде бірнеше деп айта алмаймыз ғой. Сондықтан мағынасына қарап стаканда аздап су бар деп айтамыз. Дәл осы сөйлемді болымсыз айналдыратын болса, біз не қосамыз? Not қосамыз. There is not десек болады, немесе isn't деп қысқартуға болады. Және сұраулы сөйлемде is көмекші етістік алдына шықса, is there some water in the glass? Сұраулы сөйлемде қысқа түрде қалай жауап береміз? Қысқа түрде егер су бар болатын болса, yes, there is болады. Ал егер жоқ болатын болса, no, there isn't. Деп қысқа түрде жауап берсек болады екен. Зыри-зыра деген тақырып негізі өте оп-оңай тақырып, бірақ ағылшын тілінің грамматикасында нағыз керек сөйлеу кезінде де жалпы тестіде
қажет тақырыптардың бірі болып табылады. Сондықтан біз сіздермен қазір біраз грамматикалық тапсырмалар орындайтын боламыз. Бізбен бірге видеоны паузаға қойып, өз-өзіңізді тексеріп көрсеңіздер болады. Check yourself тапсырма орындап көрейік енді. Мына жерде тапсырманы видеоны паузаға қойып, бірінші орындап көріңіз. Одан кейін тексеретін боламыз. Дұрыс жауабы there is a woman. Жекеше түр болғандықтан there are some pencils. Бұл жерде pencils көпше түр болғандықтан there қолданып тұр. There are many leaves. Many сөзді және leaves көпше түрінде тұр. Сондықтан there қолдандық. Және there is an orange. Бұл жерде an артиклі тұр және orange сөз жекеше түр болғандықтан there is сөзін қолдандық. Осы тапсырманы паузаға қойып орындап көреміз. Дұрыс жауабы there is a book. Book жекеше түрде тұр, there is қолдандық. There are 3 balloons. Сан тұр, сан есіме 3 деп, сондықтан there қолдандық. There is a bear. Жекеше түрде тұр, сондықтан there is қолдандық. There are a few bees. Бұл жерде a few бірнеше деп көпше түрінде тұр, сондықтан there are сөзін қолдандық. There is an ant. An артиклі тұр және сөзіміз жекеше түрінде тұр, сондықтан there is қолдандық. There are grapes. Grapes бұл жерде көпше түрінде тұр, сондықтан there are сөзін қолдандық. Яғни біз сөзіміз жекеше түр болса there is, көпше түр болса there are айналымын пайдаланамыз. Бүгінгі тапсырма сіздерге түсінікті болса, өте қатты қуаныштымын. Have a nice day, goodbye. See you later. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.